Hadi mama ертегі айтып беремісіз? Ya құлыным, айтып берейін ертегімді. Қандай ертек айтайын? Түлкінен қырғауыл. Жарайды онда, саған айтып берейін. Сен тыңда ертегіні. Түлкі мен қырғауыл. Қалың ағашты аралап, бір түлкі келе жатып, ағаштың басында отырған қырғауылды көрді де жақындап келіп, саламатсыз ба қырғауыл? Қалай тұрасың достым деді. Жақсы, сөзіңе рахмет. Өзіңіз қалай тұрасыз деді қырғауыл. Жерге түсіп сөйлессек екен шырағым. Кәрімін, бір құлағым жөн естімейді дейді түлкі. Жерге түспеймін, жерге түсуге қорқамын. Жерде әртүрлі аңдар бар. Бізді жеп қоюы мүмкін деді қырғауыл. Ей достым, биылғы заман бұрынғы емес. Жаңада қалаға барып едім. Бұйрық шығыпты. Біреуге біреу зорлық қылмасқа. Қой, мен қасқыр бірге жүрсін. Түлкі мен тауық бірге жүрсін. Көгерші мен қаршыға бір ұяға жұмыртқаласын деген. Қорықпа, түс деді түлкі. Жақсы, хабарыңыз бар. Жақсы айтасыз. Алла разы болсын. Дос, мына жақта бір иттер келе жатыр. Оларға да айтыңыз, олар да естісін, деді қырғауыл. Ит деген сөзді естігесін, түлкі алдартына қарамастан қаша берді. Қайда барасыз? Бұйрықты ұмытып кеттіңіз бе? Деді қырғауыл. Кім біледі? Бұйрықты естімеген иттер шығар, деген түлкінің дауысы естілді. Ал енді түлкі мен қырғауыл ертегісі аяқталды. Рахмет балам. Рахмет әже, ертегіңіз ұнады.